Қайырлы күн достар. Біз бүгін қызыл мақпал тортын, яғни қызыл барқыт, красный барқыт тортын жасап үйренеміз. Өте жұмсақ болады, корждары өздеріңіз қалағанша 5-еу, 3-еу, 4-еу қылып жасасаңыздар да болады. Менде 4 корж. Ол үшін бізге керекті заттар: қызыл барқыт тортын жасау үшін бізге шекер, айран, 3 жұмыртқа, сұйық май, разрыхитель, ас содасы, 1 ас қасық какао, ұн және пищевой краситель, яғни қызыл бояу қажет болады. Алдымен біз 3 жұмыртқаны және шекерді жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Міне мен 3 жұмыртқамды салып алдым. Енді осыны біраз айландырып миксермен сосын қант салатын боламын. Міне достар, мен тұқымымызды араластырып алдым. Енді осыған қант салатын боламын. Қантымызды салдық. Енді екеуін жақсылап ағарғанша араластырамыз. Міне мен жақсылап араластырып алдым. Енді бұған сұйық май қосып тағы араластырамыз. Сұйық майымызды қойдым. Сұйық майымызды қойып араластырып болдым. Енді біз айранымызға қызыл бояуды қосып жақсылап араластырып аламыз. Бояуды өздеріңіз қалағанша қоссаңыздар болады. Маған осы жеткілікті. Міне араластырып, бояу жақсылап араласу қажет. Бұндай бояуды кондитерлікте, кондитерлік дүкендерде сатылады. Жақсылап араластырып алып, бұны да қосып миксерлейміз. Міне мен араластырып болдым. Енді массамызға құйып, бұны да жақсылап араластырамыз. Міне достар, мен араластырып болдым. Енді құрғақ заттарды, разрыхитель, какао, ұнды араластырып саламыз. Ұн, какао, разрыхителіміз салдық. Енді осыны біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қанша грамм екендерін описаниеде жазып қалдырамын. Міне біз араластырып болдық. Осындай сұйық болып шығу керек. Енді біз бұны бөліктерге бөліп, 3 бөлік, 4, өздеріңіз қалағанша бөліктегі 3-4 қасықтан пергамент қағазына құятын боламыз. Сөйтіп бір-бірлеп пісіріп аламыз. Мен дөңгелек форма сызып құйып алдым. Енді осыны 180-200 градуста 20-25 минут пісіріп аламын. Міне бізде осындай болып пісіп шықты. Өте жұмсақ. Енді осының тағы 3-еуі пісіп жатыр. Піскен соң кремін жасап жинайтын боламыз. Ал біз қазір крем жасаймыз. Крем жасау үшін бізге алдымен сливки керек. Сливкімізді ыдысқа құйып алып, енді осыны жақсылап алдымен бірден бастап сосын жайлап жоғары қарай көтеріп миксерлейтін боламыз. Біздің сливкіміз міндетті түрде тоңазытқышта, яғни холодильникте тұру қажет, салқын күйінде. Сонда біздің креміміз өте әдемі шығады. Ал біз сливкіміз миксерлеп болды. Енді оған қант ұнтағын қосатын боламыз, яғни сахарный пудра. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Мен достар, біз қант ұнтағы мен сливкімізді араластырып болдық. Енді осыған творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшігімізді қосамыз. Сүзбелі ірімшігімізді қостық. Енді біркелкі масса, яғни креміміз әдемі шығу үшін, өзінің қалпын ұстау үшін жақсылап араластырамыз. Міне біз араластырып болдық. Крем өзінің формасын ұстады. Міне түспейді. Енді осы торттарымызды жинаймыз. Корждарымыз міндетті түрде суыған болу қажет. Егер суымаса, суытып, сосын барып крем жағыңыздар, болмаса, креміміз дұрыс тұрмай қалады. Ал тортымызды жинап бастаймыз.
Өздеріңіз қалауларыңызша сәндейсіздер. Ал біз бастаймыз сәндеуді. Міне біз тортымызды сәндеп болдым. Осындай болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий күтемін. Міне осындай болып шығады. Ас болсын.